Сәлем, алда көргендей біз шалқарға дайындығымызды бастап кеттік. Шалқарға біз балдар жеуге осындай пиццалар пісірдік. Қарағанданда бауырсақ. Осылай тамағымызды барлығын жинап, шалқарға сағат 4-терде жолға шықтық. Барлығымыз жол тарттық. Міне біз шалқарға келдік, сағат 5-терде. Адам дейтін өте көп екен. Машиналар да, адамдар да, суға түсіп жүрген адамдар да өте лық толы. Бізде мына жерде көріп отырғандарыңыздай киіз үй де, басқа нәрсе де жоқ болғандықтан біз осылай машинаның жанына көлеңке жасап алып отырдық. Омар құммен өзі ойнап отыр еді. Бегарский оны жылатып қойып, артынша осылай өзі ойнап отырды. Оны видеоға түсіруге ұмытып кетіппіз. Бұл жерде енді мен қиялдап тұрмын, кішкене енді блогер боламын деп. Сондықтан лайк басып, блогты соңына дейін қараңыздар. Мына жерде шалқар толқыны деген 3-ші республикалық байқау өтіп жатыр екен. Соған тұспа-тұс келіп, соның куәгері болып керемет концерт те көріп қайттық. Папам салғаны. Папа да осылай балалармен бірге суреттер салып, күшті көңіл күйде болдық. Барлығымыз балалар да, біз де рахаттанып демалып қайттық. Осындай керемет көңіл күймен сағат 11-ден кете барлығымыз осылай үйге қозғалдық. Бірақ бана концертте адамдар көп қалды. Кетіп бара жатқанда қаншама көріп тұрған шығарсыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Біздің шалқардағы күніміз өте керемет өтті. Ал қалай демалдыңдар? Нормально. Нормально? Не нормально? Мама, привет тебе. Привет. Как было? Ничего, так.